Осыдан ондаған жыл бұрын ауылдағы темір пештің жанында әжемнің тізесінде жатып шәмшәндеріне қанық болдым. Абайдың тағылымды өлеңдерімен таныстым. Күліп оян Алматы бағдарламасының бүгінгі санында менің әжем секілді өз немересін білімге баулып жүрген Райхан ана жөнінде сөз қозғамақпыз. Қазақта әжесінің тәрбиесін көрген екен деген жақсы сөз бар. Мұның философиясы ақ жаулықты аналардың ақылгөйлігінде, даналығында болса керек. Балажан қазақ үшін әр немересінің орны ерекше, ал әжелер қадірі биікте. Күллі рулы елге ана саналған Домалақ ана, Зере, Айғаным секілді әжелердің бейнесі аңыз әңгімелерде, әдеби шығармаларда сомдалды. Ертеден ата әжелер бір немересін бауырына басып, өз бойындағы жиған терген, көрген білгенін үйретіп, өмір сүруге баулитын болған. Сондай абзал аналарымыздың бірі Райхан әже. Зейнетке шыққаннан кейін осы айналдырған немерелерім кітап оқыңдар деймін, көп далаға шыққандар деймін. Содан уақытлары болғанда, өз уақытым болғанда осы ұлттық кітапханаға әкеліп, қалағанның кітаптарын оқытамын. Ермегім сол осы немерелерім. Жүрсем де тұрсам да осылар қасымда жүреді үйде. Сол қартайғанда Дәулетбердеген осы ұл қызымның арқасында Дәулетті осындай балдарымды, нелерімді, білгенімді айтып отырам, ақылымды. Райхан апа 1935 жылы Қызылорда қаласы Жаңақорған ауданында туған. Жастайынан ілім-білімге құштар болып, кітап оқуды әдетке айналдырған. 80-нің сеңгіріне шықса да, кітапханаға барып, өз білімін жетілдіріп жүргені көпке үлгі. 80-нің сеңгірінен асқан Райхан апай ұлттық кітапхананың тұрақты оқырманы. Бұл апай күнделікті өзі немесе немерелерін алып келеді. Сөйтіп ол өзінің сүйікті жазушыларымен қауышады. Осындай ардақты да ақ жаулықты әжелеріміз кітапханаға күнде келсе, біз оларды әрқашанда ақ көңілмен қарсы аламыз. Райхан әже 4 ұл өсіріп ұясына, 5 қыз тәрбиелеп қиясына қондырдым. Қазіргі көз қуанышым немерелерім дейді. Немересі Диляра сабақтан келген соң кітапханаға ертіп келіп, қазақ ақын жазушыларының кітабын оқытады. Кітап арқылы баланың танымы кеңейеді. Диляра қазір 12 жаста, Алматы қаласындағы номері 182 мектепте 7 сынып оқиды. Уақыттан бос кезінде апамен бірге ұлттық кітапханаға келемін. Мен көбінесе жазушылардың ішінде Абайдың кітаптарын оқығанды жақсы көремін. Абайдың өлеңдері бізді көптеген нәрсеге үйретеді. Біз ешқашанда жамандық жасамауға және мақтанбауға үйретеді. Мен Абайдың бір шумақ өлеңін айтып берейін. Әсемпаз болма әрнеге, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сенде бір кірпіш дүниеге, кеттігін тап та бар қалан. Ата әженің тәрбиесін, өнегесін көрген бала көп алдында іркілмей, ойын ашық жеткізуге шебер, сөз саптауы қатарластарынан көш ілгері болады. Кейіпкеріміз Райхан әжеміздің немересі Диляра сөзімізге айғақ. Әже мен атадан тәлім алған немеренің рухани жағынан тәрбиелі, елдің аузына ілгер көргенді жан болып қалыптасуының негізі осылайша қаланады. Дәстүрге айналған осы құндылығымыз Райхан Құлатайқызы сынды асыл аналарымыз барда өз биігінен түспей, уақыт өткен сайын жандана түсетіні хақ.